Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін сіздерге екі түрлі салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Бірінші салатымыз греческий салат. Үйдегі бар затпен жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен зелень жапырағын кубиктап тураймыз. Бір үлкен қиярды және барлық көкөністерді осылай кубиктап тураймыз. Барлығын турап болған соң, үстіне дәміне қарай тұз сеуіп, сосын 2-3 ас қасық оливковое маслоны қосып, барлығын біркелкі араластырамыз. Менде осыдан 3 тәрелке греческий салат шықты. Келесі жасайтын салатымыз нежный. Бұл салатты барлықтарыңыз білесіз деген үміттем. Сонда да сіздерге керек болып қалар деген үмітпен салдым. Алдымен тауық етін суға қайнатып, пісіріп алып, сосын майдалап, кубиктап тураймыз. Туралған етімізді тәрелкеге бір қабаттап, жайып салып шығамыз. Сосын үстінен майонезді видеодағыдай құйып шығамыз. Картопты теркадан өткізіп, бірдей қылып жайып шығамыз. Осылай үстінен дәміне қарай тұз сеуіп, және майонезді құйып, сәбізді теркадан өткізіп, үстінен тұз сеуіп, майонезді құйып, және жұмыртқаны теркадан өткізіп, үстінен тұз бен майонезді сеуіп, сосын ең бетіне сырды теркадан өткізіп, бетін әдемілеп қаптап шығамыз. Осымен нежный салатымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.